Екі дос бір егістікте жұмыс істейтін. Бірі үйленген, 3 баласы бар. Екіншісі бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп, екіге бөліп алатын. Күндердің бір күнінде бойдақ жігіт ішінен өнімді және шыққан пайданы тепе-тең бөлгеніміз дұрыс болмады. Оның балалары бар, ауыздары көп қой деп ойлайды. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да айтарлықтай көп қажеттілігім де жоқ. Осындай ойымен түн сайын үйінен шығып, бір қап өнімді жасырын түрде досының үйі алдындағы қорасына апарып тұратын болады. Досы да ішінен, өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес. Мен үйленгенмін, жұбайым мен балаларым бар. Қартайғанымда олар маған қарайтын болады. Досымның болса ешкімі жоқ, қартайған кезінде оған қарайласатын адамы да жоқ деп ойлайды. Әйтсе де, екеуміз бірдей еңбек етеміз, несібеміз тең болсын. Жетпей жатырса сұрап алармын, керісінше артық қалса досымда қалсыншы. Оның қарайласатын ешкімі жоқ қой. Досымның еңбегін пайдалануға болмайды деген шешімге келеді. Осылайша бұл досы да түн жамылып үйден шығып, досының қорасына бір қап өнім апаратын болады. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанын екі дос та түсінбей жүреді. Бір күні жасырын түрде бір-бірінің қорасына қаптасып жатқанда, бір-біріне екі дос соқтығысып қалады. Сонда ғана болған жайды түсінеді. Қаптарды жерге қоя салып, достар бір-біріне деген адал ниеті мен достығы алдында көз жастарын тыя алмайды.